Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге шығыс халқының тамағы дімләманы дайындап көрсететін боламын. Ол үшін керекті азық-түліктердің мөлшерін төмендегі описаниеге жазып қалдырамын. Алдымен қазанымызды отқа қойып, туралған құйрық майымызды түбіне біртіндеп қойып шығамыз. Іш майда қосуларыңызға болады, өз қалауларыңызбен. Етті алдымен жуып, сорғытып алдым. Майдан кейін етті қатарымен қойып шығамыз. Егер етіңіз балғын болса, тамағыңыз дәмді шығады. Үстіне ұсақтап туралған пиязымызды қойып, бетіне тұз себеміз. Бұл жерде мен тұзды хмели сунили приправасын және қара бұрышты араластырып қойғам. Еттен кейін соны сеуіп шықтым. Пияздан кейін картопты бірыңғай қойып шығамыз. Картоптың бетіне тағы да дөңгеленген пияздарымызды қоямыз. Оның үстіне қызанағымызды, сәбізімізді және болгар бұрышын және жартылай ащы бұрышты қойып шықтым. Үстіне қара бұрыш, тұз, хмели сунили приправасы қосылған қоспадан тағы да септім. Бетіне дөңгеленген пиязымызды тағы да қойып, ең соңынан қырыққабатымызды қатарынан қойып шығамыз. 2 шылабыр жапырағын дәмін келтіру үшін укропымызды салып, қазанымызды қақпағын жауып, астын ең бәсең отқа қойып, 2 сағатқа бұқтырып қоямыз. Картоптарды мен бүтіндей салдым. Сіздер қаласаңыздар, ортасынан бөлсеңіздер болады. Егер майдалау болса, бүтіндей салыңыздар. 2 сағат бәсең отта тұрғаннан кейін оның еті де жұп-жұмсақ болып піседі. Картошкасы арасы шикі болып қалмайды, барлығы әдемі болып піседі. Дімләмаға су құйылмайды, өйткені оған салынған көкөністердің өзінің сөлі, еттің сөлі шығады. Осы рецептпен дайындасаңыздар, дімләмаңыз керемет дәмді шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер, кеңес беремін.